сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Қазгидромет 27 сәуірге арналған ауа райы болжамында бірқатар аймақта дауыл ескерту жарияланғанын мәлімдеді. Жетісу облысының шығысында, солтүстігінде солтүстік-шығыстан жел соғады 15-20, Алакөл көлдері аудандарында кей уақытта 20-28 метр секунд. 27 сәуірден 1 мамырға дейінгі аралықта Ақмола облысынан бүйірлік ағындардың келуіне байланысты Есіл өзені бойындағы Қызылжар ауданында су деңгейінің көтерілуі күтілуде. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында солтүстік-шығыстан жел соғады екпіні 15-20 метр секунд. Түнде облыстың шығысында 1 градус ыстық күтіледі. Жезқазған 27 сәуірде күндіз солтүстік-шығыстан жел соғады екпіні 15-20 метр секунд. 27 сәуір 2 мамыр аралығында жауын-шашынның түсуіне, қар жамылғысының тұрақсыздығының биіктігінің жоғары болуына байланысты үлкен және кіші Алматы су алаптарында 2200 метр биіктігінен жоғары қар көшкіні қаупі сақталады. Күндіз Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстікте солтүстік-шығыстан жел соғады екпіні 15-20 метр секунд. Жамбыл облысы 2024 жылдың 27 мен 29 сәуір аралығында қатты жаңбыр болжамына байланысты Жамбыл облысының таулы және тау етегіндегі аймақтарында борайлық ағынның қалыптасуымен өзендегі су деңгейінің көтерілуі күтіледі. Атырау облысының батысында оңтүстік-шығыстан жел соғады күндіз 15-20 метр секунд күтіледі. 27 сәуірде облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Түркістан облысының тауларында қатты жаңбыр күтіледі. Облыстың оңтүстігінде таулы және тау бөктерлер аудандарда найзағай дауыл, облыстың солтүстігінде шаңды дауыл, солтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде, батысында таулы және тау бөктер аудандарында 15-20, күндіз екпіні 20 метр секунд. 27 сәуірде облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Шымкент 24 сәуірде найзағай дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады екпіні 15-20 метр секунд. Түркістан 27 сәуірде таңертең және күндіз солтүстік-шығыстан жел соғады екпіні 15-20 метр секунд. Күндіз батыс Қазақстан облысында жел оңтүстіктен оңтүстік-шығыстан соғады. Облыстың оңтүстігінде, солтүстік-батысында екпіні 15-20 метр секунд. Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады. Облыстың орталығында, шығысында 15-20, күндіз екпіні 23 метр секунд күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда 27 сәуірде күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады. Күндіз екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады. Маңғыстау облысының басым бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.